алейкум, эфирде хаберлер, студияда мен Фатиме Сейдаметова чалышам ве шымдыкыда қаға бойле малюмат. Истанбулда Түркия ақым адлы газ елі açıldı. Қырым шифаханесі Русия кемиетінің мүкафатын әлде етті. Земаневей саната Қырым татарларының орнеклері бізім ұсталарымыз Ялы Мойнақ қасабасындаки сергіде серлеріні тақзим еттілер. Ялтада реконструкциядан соң парк açıldı. Кезлерде милли күреш бойынша кечірілген Сайланов турында спортшылардан кімлер кечті. Сонсыз теренлік ве рекорд дәрежеде тезлік. Турк ақымы өз ішіні башлады. Газ елінің тантаналы açылуы Түркияде кечірілді. Тарихи вақа Русия иқтисадияты ве дипломатиясы үшін семерелі олды. Отмечу, что экспорт российского газа в Турцию осуществляется уже, не все об этом знают, 30 лет. Сначала по трансбалканскому газопроводу, затем по прямому бестранзитному газопроводу «Голубой поток». Только в прошлом году турецким партнерам было поставлено 24 миллиарда кубических метров голубого топлива. А теперь российский газ идет в Турцию и по новому маршруту, по турецкому потоку. Это во многом уникальная, беспрецедентная по своим параметрам глубоководная газотранспортная система. Турк ақымы бераберлікте yapılған ең büyük Турк-Русия энергетиклей қыларының сонкесі олды. Газ борысының екі еліндан бұры 16 миллиард кубометр күчіндедір. Бұрысы Русия газны Турк истималжысына алып бармақ үшін екіншісі есе Женебе ве Шарқы Женебе Европаны темен етмек үшін еланылған. Оны кечіргенде дүния рекорды қойылды. Бір күнде 6 километрден зияде суратнен еш алып барылайды. Екінші Шарқы ақым адлы Русия газ елінің да бұрысы тезден екінденежек. Шымдылық тек Бұлғар қысымыны бітірмек қалды. Бұндан сон мабы яқарлықны Женебе ве Шарқы Женебе Европаның сәкенлері ала білежеклер. Оның açılуы майыс айына планлаштырыла. 2019 сене Қырымда 80 миллиондан зияде турист ратланды. Бұл ақта Қырым елбашчысы ичтимаяғлардаки сайфесінде тариф етті. Сергей Аксенов қайдеткенне көре, бұл 2018 сенесіне баққанда 10% зиядедар. Олардан 60% ярмадаға Қырым көпірінден келділер, 6 бенден зиядесі демир елдан қатына башлаған тренлерінен етіп келділер. Четел туристлері арасында әвелкі елларда олғаны кібі Украина сәкенлері бірінші ерде дарабы тақменен 1 миллион 100 бин адам. Занымжа бұны қомшы мемлекетлерінің гражданлары Қырымның Русиялы статусыны танығанлары деп сайсақ мүмкін. Чүнки ишғалжелерге мұсафірлікке келмейлер. Жүмкүрет мазынан курорт ве туризм везірлігі берген мәліметқа көре, Қырымда елінің башында да 200 бенден зияде адам ратланacak. Бүгін ярмаданын мұсафирлеріне яқшы инфраструктура, yüksek seviyeli сервис ве elverişli fiyatlar jelp ете. Украинада Ирандаки авиақазада әлі қолғанларға башланған матем анатылды. Тәзе білдіргенлерден бұрынжелер сырасында Русия президенті Владимир Путин олды. Кеченлері Тегеранда Украинаның халқара авабақ ұчағы тұшты анда бұлынған 176 адамдан бір кімсе сақ қалмады. 737 санлы Боинг Саба Москва сааты бойынша 5.42 Тегерандан кевге ұчты. Екі дақаучудан сон оларнен бақ ұзылды. Лайнер тахменен 2400 метр yüksекliktен тұшты. Әлі қолғанлар арасында 7 мемлекетінің ватандашы бар еді, оларның эксереті иранлылар. Бұл 82 адам. Бірінші мәліматларға көре қазанын себебі көчіруджилерінің бұрысы бозу қолғанынен бағла қара құтылар енді тапылды. Украинадан экспертлер Иранға yol алдылар ве тақиқат башламаға азырлар. 35 километр пешінден қувалап, судақта Сарушай Давжы ДПС инспекторларындан қачмаға тарашты. Оларның тоқтамақ талабына құлақ асмай парекетні девам етті. Шу себептен yol патруль қызметінің қадимлері арабаның көпчеклеріне силядан атмаға мечбур олдылар. Яқланған еркішы сарғошлық алыны белгілемек бойынша тіби тішкіровны кечмектен ве протокол имзалануындан ред етті. Копию получать будете? Копию чего? Материал данного. Ну, конечно. Вот представьте. Я не буду ставить подпись. Хорошо, отказались.
Судақ сакена мемори месулетлікке желпетілді. Февкуляде вазетлер везірлігінде байрам вератлық күнлері құртарыжыларнен бежірілген ішінің нетижелері қандай сабат берділер. Болі этап ел башындан берлі Қырымның территориясында 40-тан зияде янгын юз берді. Нетижеде 4 адам құртарылды, 3 өлі қолды. Ормандағылық ерлерінде ратлық күнлері девамында құртарыжылар 5 араштыру құртаруф операциясыны кечірділер. Еңзияде туристлер Қарабиялі Айпетридағында ве Аңғара бұғазыны севелер. Тамамшу ерлерде Крым Спасы дәресінің қадимлері Иркун патрулі кәптіп, 9 туристке ярдым көстерділер. Зарар көргенлер чешы дәрежеде яраландылар. Мы акцентируем внимание отдыхающих на том, что на территории Российской Федерации были зафиксированы трагические смертельные случаи при катаниях на так называемых ватрушках, и призываем жителей и гостей Крыма соблюдать элементарные меры предосторожности. Айпетриде 16 сантиметрлік қар ятта. Қырымдағылары енді қарнен ортолі. Меркези районларда есе бұтынле еріп бетті. Қырымда қыш чоққа бара жақма. Синоптиклер насыл ава тахмин етелер. Суықларға азырланмақ керек ма? Бұл сөйлерге жевапларыны Эльмас Аблакимова біле. Қарнен ортөлген Айпетридағы балалар қардан адамлар ясайлар ве байырдан чананен таялар. Бөле чоқ бекленілген қыш масалы Қырымдағыларыны сарды. Шымдымында қарнын қалынлығы 16 сантиметрден чоқ дегіл. Аңғара бұғазында ве ярмадамызның башқа дағларында да айны бөле ал. Шымды бойле қарлы қыш тек дағлық ерлерінде пайтақта ве меркезде есе олған қар ұрып бітті. Ама епісі бір Ахмеджет сәкенлерінің қышлық кейфі дуйыла. Ама шымдылық Қырым сәкенлері бойле шекілді әгленіп оламайлар бұ ярмадаға яқынлашқан сыжақ аванен бағлы. Бойле авада ең азындан кележек автанын сонына жеді вам етежек. Завтра, вот в пятницу, у нас без осадков, а в выходные дни пройдет небольшой дождь, переходящий в мокрый снег, в горах снег. Ну, осадки небольшие, несущественные. Температура воздуха существенно не изменится. Ночью 0,5 мороза, днем 0,5 тепла. Ну, на побережье потеплее ночью будет. И местами может быть до 8 тепла максимум. Кележек авта яғанақлар бекленілме. Ава аралеті 4 градусы жақтан 9 градусқа же көтерележек. Автанын сонында есе 8-ден 13 кеже. Қар пайтақта яқын вақытта қайтмажақ. Ну, в такой холод, да, есть. Гуляем каждый день, любую погоду. Ну, немного есть. Снег выпал, чуть-чуть появилось. А хотели бы побольше снега? Конечно, ребенок ждет покататься на санках. Старший. Бембея сығынлар ве қарнен ұртөлген нарат тәреклері боле фотозоналар қысқа вақытта олса біле қыш масалана далмаға имкан бере ве әлбетті селфи чекмек имканнан кімсе қачырмай. Султанис Такаева, Эльмас Аблакимова, Виталий Голубев, Миллет үшін. Кезлерінің Ялым ойнақ қасабасында Қырым татар орнеклеріне башланған сергі кечірілді. Орнек Мали Адлылейханы Украинадан нам қазанған ресам этнограф Мамут Чурлу тешкілепті. Бір мейданда декоратив санатының 20-ден зияде белі ұстасы топланды. Мөліфлерінің әсерлері ве орнеклерінің тымсаллері қында Султанис Такаева тариф етежек. Это кале. Это знак защиты. Ев сельбі дірегі ве композицияның эсас құрчалайчы элементі қали. Ади сөзлер ама манасы бұйықтыр. Қырым чөлмекчісі Эльдар Гусенов Ялым ойнақ көйінде кечірілген сергіде қадими Қырым татар орнеклерінің интерпретациясыны тақдим еті. Эсердің мерkezінде ромб, яни көбек қойылған. Бұл өмір девам еткенінің тымсаледір. Этот же знак находится внутри дома. Дом также является оберегающим таким строением. Кроме этого, там на этой композиции представлены тополя. Тополь – это символ, знак мужчины, защитника. Вот, они находятся за домом, таким образом они также защищают и дом, и находящих внутри дома, женщину можно назвать, да, знак женщины с будущим ребенком. Эльдар Гусенов орнек тілінде енгілікнен қонуша. Ойынды 5 ел девамында оны огрене ве қырымтарларының қадими тимсаллерінің семантикасына аңлай. Из года в год Мамутага проводит исследования, изучает орнамент, сравнивает, сопоставляет с орнаментами других народов и понимает, какие смыслы заложены в нашем орнаменте. То есть проводит такую исследовательскую деятельность, с которой он впоследствии на семинарах, на тренингах он делится со своими учениками.
этник Мусафарханейде амели суслю санатның 20-ден зияде устанын эсері тағдим етілген бұл ресамлар, нағышчылар, дизайнерлер, эснафчы, чөлмекчілер, киіз ве ағач ойма усталары. Олар эпосы Мамут Чурлунын реберлігінде орнек маалели хасында иштирак етелер. Главная наша цель — создать вот эти декоративные панно на бумаге акриловыми красками. Это впервые такие большие рисунки делаются. Это орнаменты, которые сочинили сами участники. Суть нашего эксперимента, чтобы впервые крымско-татарский орнамент современный, в таком современном виде вышел на стены общественного заведения. Ишлерде парлах мундережеле эскизлер, мевзуидер, бубуюк коранта ватанға авдет хыдырлез байрамы қадын бақты яда менім корантамның евы мевзуларында бежерілген. Усталар орнек эскизлерінден ғайры милли мектеплерінің талебелері ичун дефтер жылтларыны ишлеп чықардылар. Ресам Эмин Таймазов композицияны пазл кибытызды. 8 фрагментны топлап, эгілген эгридал пытағыны көрмеге мүмкін олajaq. В данном вот орнаменте мы видим знаки, которые символизируют женщину, ляле, мужчина, гуль, женский знак. И основная цель и задача вот орнаменте — это показать продолжение рода, семьи. Қырым ресамлары земаневи шарайтлерде милли орнеклерінің асыл тіліні сақлайлар. Алтын медени фондыны Крымский стиль адлы сергіде тақдим етілген нағышларда, ресамларда аға чеве чөлмек нүменелерінде көрмеге мүмкін. Сергі Мамут Чурлунын реберлігінде февраль айында Франко адына китапханесінде кешірілежек. Да, бір экспозиция Ахмеджетнің ресамлар евінде апрель айында тақдим етілежек. Султанес Такаева, Кимбе Киров, Миллет үшін. Ялта шерінде капиталь тамерден сон пионерлер парка ачылды. Паркның мұсафырларына ағач аяқлы аниматорлар қаршыладылар. Байрам мұйтыны есен Эфес чалға летлерінің оркестры весь сектор блюз адлы кавер-группа яратты. Вот такие места отдыха, как данный сквер, как другие парки, которые мы планируем в следующем году тоже капитально ремонтировать и реконструировать, они должны создавать настроение и образ города счастья. Этот проект реконструкции парка в рамках национального проекта федерального «Комфортная городская среда». И, как было сказано, это поручение президента России и главы Республики Крым преображать ту территорию, на которой мы живем, и создавать комфортные условия для проживания. Тамир ішлері мұнда 2019 сенесінің көз мевсімінде башланды. Яңыз кемлелер ве урналар ерлештірілді, осымлеклер сачалды. Балалар ве осмырлер үшін ойын ве спорт зоналары донатылды. Пионерлер паркында қырымдаки илк рампалы мейдан ерлештірілді. Экстремаль спорт чешетлері үшін яратылды. Бұндан да ғайры земаневи ярық ве видео көзету системалары қойылды. Парк Тамир етілівінде файлыштырақ еткен тыш қызметші тешкілетларының реберлерінің фахри ярлықларының мұкефатладылар. Сақшеріндегі Пирогова адына Арби клиник шифаханесі Роскачество мукефатының лауреаты олды. Бұл мемлекетіміздің ең шерефлі танывларындан бірідар. Оны кефиет сасындаки ең яқшы мөсеселерге берелер. Мукефатын алғанлар яңы технологияларны өгренелер ве истесалчылықны гөзелештірелер. Курорт ве туризм везірі Вадим Волченко айтқанына көре сақ шифаханесінің ирішмесі бұттын жүмқіреті үшін көрімлі олды. О ярмаданын башқа мөсеселері үшін яқшыны мүнедір. Сақ шеріндекі Николай Иванович Пироговның адына Арби клиник шифахане бір сырабелі санаторияларнен ве планлаштырылған яны отель тиби комплекслерінен берабер эпсы зиманеви ратлану ве сақлық тезету стандартларына келішмек керек. Сақшеріндегі Пирогова адына Арби клиник шифахане 200 елдан берлі çalışа 2014 сенесі мұнда өзден зәді яңы донатма алынды. Оның айры құсусетлерінден бірісі бұл тедавилену фішінде уникаль табиат факторының ве инновацион технологияларының бірлешмесіdir. Тедавиле фрапаны сақ голюнден чықаралар шифахане 50 зәді мүкефатқа найл олды. Здравница адлы Бутун Россия форумында шифахане 8 алтын медаль қазанда. Кечкен елы кефиет идаре еткен Авропа фонды шифаханеге ең бұйық танылу берді ве оның ішіне 5 йылдызлық қимет кесілді.
Ахмежетнің музыкалы театрында имтиязлы категориялары олған балалар үшін миллиат наратынан ачылу байрамы кечіралды. Байрам чертевесінде балачықлар үшін шер хоры чықышта бұлынды. Кенжелер үшін мешур масалар üzerinde елбаш сыналыштырмалары көстералды. Мерақлы тәфсилатларыны Мухаммеди Киреев бөле. Ирина Нестеренко яны йыллық тедбірге торынен келді. Обызым вақтымызда бойле тедбірлерге раст келмек бұйық бақтыды, деп хатырлай. Шымды есе балалар үшін эпосы шарайтлер бар. Представление нам понравилось. Очень яркое, красочное, настолько музыкальное оно. Внук сидел, радовался, хлопал в ладошки, повторял все движения, которые там были. Это было... Фиксики там были у нас, да? Понравились тебе фиксики? Настолько было это все впечатлительно, что мы очень довольны тем, что мы побывали здесь. Миллиат тедбірлері пайтақтымызда ел кечірілі. Даветнаме әлді етмек үчін балар ел девамында яқшы оқумақ, өзлеріні яқшы алып бармақ ве бұйыклеріні сөзіні діңлемек керек еділер. Мне больше всех понравилась звездочка. Что еще тебе понравилось? Расскажи, ты какие-то движения выполняла, повторяла как-то за персонажами? Скажи, я хлопала. Я хлопала. Балар için en esas бақшыш спектакль oldu. Onun сценарийsi belli кинорежиссер Александр Роу yazdı. Bu merhametli ve tesirli hikayede 200'ge yakın yaş artist iştirak etti. Muhammed Kиреев, Аким Бекиров, Millet için. Кезлевде Улы Ватан Женкі деварында елі қолған милиция қадимлеріне мемориал хатыра тақтасы açıldı. Олар Кезлевде десант операциясының іштиракчылары еділер. 1942 сенесі оны кечірмек үшін отряд яратылған еді. Айны о сенесі январының 5-інде шерде қанлы уруш башланды. Эксери іштиракчылар елі қолды. Мемориал тақта Кезлев полисы дәресі бинасының оқ тарафында ішкі ішлер везірлігінің оркестр рифақатынен açılды. Қарманларының қатырасыны суконе дақасынен аңдылар. Ахмежете шерлер ара қатнаған троллейбуслар әрекетінің яңы схемасыны көрсеттілер. Енді олар Демиръел вокзалындан, Александр Невского Советская Авиакуйбышева мейданларындан, Киевская соқағындан Ялта шоссесіне чықайжақлар. Бұл ақта Крым троллейбусы дәресінің матбуат қызметі хабаратты. Евелері троллейбусларының әрекет схемасыны Гагарин соқағында көпір тамиратілгені себебінден деніштірген әділер. Шерлер ара троллейбуслары Москальцудан юлға чықайдылар. Қырым боксчысы Артур Зиадиновның 12-нче тутышывына же 3 аптадан аз вақыт қалды. Бұл тедбірге насыл азырлықлар алып барыла. Мевзунын девамы бізім мұхбірлерімізде. Күчлü idmanlar, tezlik ve çıdamlık üzerinde iş. Tamam böyle etip Kırım bokçusu Artur Ziyadinov yanı Kureshevge hazırlık koruyor. Artur boksçı kariyerasını 9 yaşında tuğgan Kırım toprağında başladı. Bu vakit devamında o 11 tutuşup geçirdi ve hiç birini yutkuzmadı. Onun ilk idmancısı Kırım sakini Sergey Lapin edi. Tamam onun derslerini Ukrayna boksçusu olimpik çempionu Alexander Usyk algan edi. Я, честно говоря, не бежал к нему за вас, но я так стоял, смотрел на все это, на него смотрел и думал, вот самое главное, верьте и делайте это до конца. Mutixassız ringde Artur 6 tutuşup geçirdi. Olardan 5'inde nokautnen galibi kazandı. Şimdi sporcu ağır çekilir reytinginin 159. satırında yerleşen. Hepsi kureşlerine Kanada'da hazırlık koruyor ama buna bakmadan boksçunun vatanperverliği herkesge belli. Kırım Arslanı ringke her vakit milli bayrağımızdan çıkar. Bugün Artur'a binlerce vatandaşlarımız kol tutar. Onun icadi yolunu, muvaffakiyetlerini ve kundelik idmanlarını içtimai ağlarda gözettiler. Только вперед! Машаллах, гордость нашего народа. Ждем, хотя уверены, ты победитель, иншаллах. Победа будет за нами, Артур, только вперед. Artur Ziyadinov o'zining Instagram sayfasida xabar etgani ko'ra, shimda onun bedden alıp pek yaxshi ve sportchi 12-nji tutuşuvini sabırsızlıkla bekley. Bu tedbir yanvarning 25-inde kechecek. Najiya Isayeva, Sibel Mehmetova, Millet uchun. Кезлевде милли күреш бойынша бутон Кырым чемпионатының Салянов туры кечірілді. Тедбірде елеге якын спортшы іштирак етті. Олардан ондан зиядесі турнирге yol алacak. Қалған тafsilatlar бізім левхамызда. Кезлевде milli күреш бойынша butun Kırım çempionatının Salyanov turu adetince idmanlardan başlandı.
Күреште башка спорт чешлеринде олганы кыбы яраланмага мүмкүн. Эгер адалелер керекли кыбы кыздырылмаса, спортчунун аркасы, бойны, аяк колары агырта билем. Эмиль Эреджепов күрештен енді 10 жылдан берлі оғраша. Күреш бойынша бұтын Қырым чемпионатына о ұсталығыны ве әні сасы тәжірибесіні топлап чыққан. Кечкен сені яры финалға же еткен еді. Бұл сені ершейні назарға алып, олдуқча яқшы нәтижелеріні көстермеге ниетлене. В прошлом году недооценили соперника. Был уверен на 100%, что пройду его, и как бы так получилось, не пошло. Сайлану басамағында пек яш спортчыларда фаал иштирак етелер. Шымдылык олар тек büyüklerге қол тұталар. Амма якын вақытта тамам олар турнирнын иштиракчылары олажаклар. Хотелось бы выступить, когда подрасту. Куреш мне нравится тем, что вот можно побросать, броски красивые. Кезлевде кечирилген Сайланов турниринде 50ге якын спортчу иштирак этти. Күреш боюнча бутун Кырым чемпионатка олардан 10га якын адам yolanılacak. Бу не кадар күчлү күреш болгонуну саймак агыр дегил. У нас есть такие ребята, кто могут постоять на этих соревнованиях, не то что постоять, а побороться за те медали, которые будут разыгрываться. Милли күреш боюнча бутун Кырым ярышлары Кырым жолбашчысы Сергей Аксеновдун колтутуva ve Mebus Ruslan Balbek'nin teşebbüsüyle 2017 senesine beri geçirilen çempionat yanvarın 12'sinde Ahmecit'nin Lokomotiv adlı stadionunda geçirilecek. Yıl ötkerilgen yarışlarda 150'ge yakın sportçu katnaşacak. Onların çeka kategoriyalarına ayrılacaklar. Birinde çempionlar özara 4 arabanı ve para mükafatını paylaşacaklar. Umumi mükafat fondu 2.80.100.000 rubleni teşkil edecek. Naciye Sayvar, Rusan Minayev, Ramazan Aливапов, Millet için. Сындыкада қаға бойы психаберлер келечек әйінімізні 21 бұчықтаққа черманас қайырлы ақшамлар.